Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Ерекше салат дайындаймыз. Бүгін оның құрамында труп бар. Енді басқа жақта қандай екенін білмеймін, бізде труп дейміз. Ол үшін 4 труп, 4 сәбіз және 1 пияз керек. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Трупты да теркадан өткізіп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Татымына қарай тұз қосып, екеуін жақсылап араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта пиязды майға қуырып аламыз. Ол үшін пиязды осылай майдалап тураймыз және қатты қызып тұрған майда қуырып аламыз. Міне осылай болып шығады. Енді бұны сәбіздің үстіне саламыз. Майынан бөліп саламыз. Майын барлығын қоспаймыз. Енді бұған дайынында чимчини приправасын қосамыз. Бұл арнайы сәбізге арналған приправа. Осының барлығын қосамыз. Бұл приправаның құрамында уксус, сарымсақ, өзіне осы салатқа барлық қажетті нәрселердің барлығы бар. Осыны қоссаңыздар болды. Осындай түйірлер қап кетпес үшін жақсылап араластырамыз. Сосын оған укроп қосамыз кішкене. Осылай сорпалы, сулы, әдемі салат болады. Осылай тәрелкеге әдемі қылып жайғастырып, суынан да құямыз. Осылай укроптан әдемі гүл жасап, салатымызды безендіріп қоямыз. Міне ас болсын, каналыма тіркеліп кетіңіздер.